Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалық саралаушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Диана Скатова өзінің Instagram парақшасында осылайша жазды: егер адам өзінің шамалы пайдасы және үлкен істерді шеше алмайтынына сенімді болса, ол шынымен де солай болады. Мұндай адамдар істі бастамас бұрынде жеңіліс пен сәтсіздікті болжайды. Өзіне деген сенімділік маңызды, өйткені ол жетістікке жетуге ықпал етеді. Бұл ретте оның нарциссизмге ешқандай қатысы жоқ, және мақтанышпен, өйткені сенімділік, қадір-қасиет, тәкаппарлық пен тәкаппарлық жамандық. Өзіне сенімді адам қорқынышсыз алға шығады, және оның жолында туындайтын барлық қиындықтарды жеңуге тырысады. Сонымен бірге Құдайға сенеді. Ол нәтижеге толығымен Аллаға байланысты екенін түсініп жұмыс істейді. Оптимистік, мейірімді, күлімсіреген және көңілді болу қандай керемет. Адам тыныштықпен өмір сүріп, адамдарға тартылатын және олар тартылатын. Аллаға деген сенімділік пен сенім, күлімсіреу біздің бақытымыздың бір бөлігін жегенін түсіндіру қаншалықты маңызды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.